Бұл менің 2 жыл бұрынғы қысқа шашым. Ал қазір шашым осыншама ұзын болып өсті. 2 жылда осыншалықты жақсы өсті және шашымды бояп жүрген жоқпын. Қазір мен сіздерге ол туралы толығырақ айтамын. Сәлем, сұлу қыздар, қал-жағдайларыңыз қалай? Бүгін шаш туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Себебі 2 жылдың ішінде шашым осындай қалыптан осыншалықты ұзарды. Жаңа видеода көргендеріңізде, және 36 жасында ақ тал шаштар өте аз кездеседі басымда. 1-2 тал ақ шаш бар шығар. Және структурасы өте жақсы жақсарды. Қарасаңыздар. Оның себебі неде? Қазір бөлісетін болам құпиялармен. Құпиялар дейтінде құпиялар өте аз менде. Құпия дейтінде құпия жоқ. Бірақ 1-2 лайфхак мен өзім солай ойлап тұрмын, соның арқасында шығар деген осылай өскені. Ол біріншіден мен витаминдер аптекадан любой витамин ала саламын. Кез келген для женщин деген витаминдерді алып іше беремін. 2 ай ішемін де, жарты ай демалып қайтадан 2 ай ішем. Және де любой натуральный шампунь деген ала саламын. Соңғы 2-3 ай болды мен Фаберликтің алоэ шампунь восстановление деген алып шашымды жуып жүрмін. Шын керек, егерде Фаберликте туған туыстарыңыз істейтін болса, немесе өздеріңіз Фаберликке жазылғыларыңыз келетін болса, онда маған жазып жүрсеңіздер болады. Мен сіздерге жаңағы промокод жіберетін боламын. Осы алоэ восстановление деген шампунь өте арзан тұрады. Бір 650 теңге ма, сондай алам. Бір 3-4-еуін алып қоям, бір алған кезде, осы сон кездері осы шампуньмен жуып жүрмін. Шын керек, қазір шампуньдар қымбаттап кетті ғой. Пантин бұрынғы алып жүрген 1200-ден алған пантин, қазір 1700 теңге, одан да кейде қымбаттап жатады. 1800 теңгеге алған бір соңғы кездері. Сосын кейін қой құрсын дедім, бір арзандау шампунь көрейін деп, мен Фаберликтен осы көрейін енді не болады деп алып қарасам, өте жақсы ұнап жатыр. Мүмкін оның әсері мынада шығар. Себебі мен осы шампуньмен жуып болғаннан кейін міндетті түрде сулы шашыма осы кондиционерді сеуіп шығам. Монамидан 2 ай бұрын алғам. Palmer's кокосовый для увлажнения деген кондиционер. Өте жақсы ұнап жатыр маған. Иісі керемет, прямандай. Кокостың иісі, сосын кейін сепкен кезде әдемі себіледі, мына қараңыздаршы. Пш еткізіп. Осы екеуін қолданып, мүмкін екеуі бір-бірін дополнять етіп тұрама, мүмкін басқа шампуньдермен көрген жоқпын, басқа шампуньдермен одан да зор әсері болатын шығар. Бірақ маған осы шампунь қазір таңда ұнап жатыр. Себебі 2-3 ай бұрын мен шашым өте жақсы түсетін, бірақ қазір түсуі азайды және де структурасы жақсарды. Мен шашты қазіргі кезде 2-3 күнде бір жуып жүрмін. Алдында бір күн, 2 күн өткеннен кейін жуып тастайтын, қазір 2-3 күнде бір жуып жүрмін. Және структурасы жақсарды. Алдында мен осыдан 3 ай бұрын, 4 ай бұрын шашымда ұштану жиіліп кеткеннен кейін осынша қысқартып тұрдым. Қазір 2-3 айдың ішінде әлі ұштануы болған жоқ. Мен ойлап тұрмын осы кондиционердің арқасында деп, себебі мен постоянно жуып болғаннан кейін бүкіл шашыма сеуіп қоям ғой. Ал ұшына 2 есе көп қылып сеуіп тастаймын да. Соның арқасы шығар. Енді суды да көп ішем. Енді күніне 1-1,5 литр су ішіп тұрам. Ол да әсер еткен шығар. Енді құпия дегенде мен біліп тұрған жоқпын, қайсы лайфхакым дұрыс жұмыс жасап жатқан. Сол себепте барлығымен бөлісіп жатырмын да сіздермен. Осы витаминдердің арқасы, сосын мынау. Енді осыны алып алыңыздар, маған өте қатты ұнады. Кондиционер Palmer's және алоэ деген восстановление шампунь Faberlic. Ал тағы не айтайын? Болды, осы менің құпияларым, басқа құпия. Шашымды мен жуған кезде фенмен кептірмеймін, және де мынандай утюжок дегендерді, фен, утюжок және плойка дегендерді өте аз қолданамын. Кейде ғана бір жерге шыққан кезде бюролатқым келсе, сондай кездер қолданамын, атақ қолданбаймын. Сол да әсер еткен шығар. Сосын шашымды өздігінше кебеді, дәкемен де қатты қысып етіп уқаламаймын, тек қана дәкемен орап қоямын да, бір где-то 15 минуттен кейін шешіп тастап өздігінше кебеді.
осындай менің құпияларым, енді лайфхактарым. Сіздерге қолданасыздар ма, қолданбайсыздар ма, мүмкін сіздерде одан асқан лайфхактар бар шығар. Бөлісе кетіңіздер. Былайша айтқан кезде құпия дейтін құпия жоқ. Сырларыммен бөлісіп жатырмын. Ал жақсы қыздар, сау саламатта болыңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Менің арнама тіркеліп алыңыздар, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен сіздерді күтемін. Сіздерді жақсы көремін. Сау саламатта болыңыздар.